сөйтіп айтатын жерлер бар. Сол үшін мен де бір ауылда имаммын ғой енді. Сол үшін мен ол жағында былай жұмыс істеймін, өз басым. Оны былай жұмыс істеймін. Кебінді алдыртамыз. Сөйтіп жуатын 4 кісіні дайындайық деймін да, жуатын. Бәленше деп ақылдасады. Сосын жуатын белгі болады. Сосын мен оларға айтамын. Сағат 12-де жаназа болса, мәселен, 10-да келемді киім пішем. Сол 4 жуатын кісі мен киім пішіп жатқанда кеп көрсін, қалай киіндіреу керек екенін бәрін көреді. Сөйтеміз де арнайы киімді сол үйдің ішіне кіріп пішем. Болмаса жаз болса далаға отырып киім пішіп тастаймын. Бәрі көрсін анау. Кеп тұратында бар ғой, ертерек кеп қойғандар, жаназадан күтіп тұрған кісі. Көрсін киім қалай пішілетінін. Сонда жаңағы жуатын кісілерге айтамыз, міне, мынау лифафасы, мынау қамисы, мынау жаңағы изары деп, жаңағы еркекте 3 киім болады, әйелде 5 киім болады. 5 киім. Соның бәрі мына былай киілесіз, мына былай жатсыз, мына былай киілесіз, кейін жерден байлайсыз, мына жерден байлайсыз деп бәрін көрсетемін да. Одан кейін сол кісілерге енді кебінді алып мәйіт жуатын бөлмеге кіргеннен кейін, сыртында киізі бар ма, паласы бар ма, кіргеннен кейін енді былай бастайсыздар, басынан бастайсыздар, бисмилла айтасыздар, мынан бәрін сабындап шығасыз, кейін оң қырынан, сол қырынан деген бәрін көрсетемін да, өздеріңіз істейсіңдер деймін, болып бітті. 5 жасар бала емес шығарсыңдар, қайталап отыратын. Өздеріңіз істеп шығасыздар осының барлығын. Әбден түсіндіріп айтам, болды, мен ішіне кіріп отырмаймын. Өйткені жаназа шығарған имам мен мәйіт жуған кісілер үйге тез барып шайыну керек екен ғой. Қосыл құйыну керек екен ғой. Сондықтан көп адам кірмейді екен да. Анау мәйіт жуған кісілер үйге барып, тезірек барып, қосыл құйынған жақсы болады екен. Шайынған жақсы болады. Бірақ осы кезде осы тақырыпқа кетіп қалыппыз ғой. Осы кезде біреу айтады, өткенде бір кісінің мәйітін жуғам, енді қайтып кіруге болмайтын шығар дейді. Бұл сіздерге көп кездеспейтін шығар, біздерге көп кездеседі. Сіздер осындай нәрсені қайдан тауып аласыздар деймін да. Қайдан тауып аласыздар? Қайдағы жоқ, ойдағы жоқ нәрселерді да. Сондықтан өткенде бір мәйіт жудыңыз ба, бүгін басқа мәйіт, ешқандай проблема. Арнайы мәйіт жуатын адамдар бір күнде бірнеше адам жуып жатыр ғой. Болмайтын болса, тағы 3 ай ма, 5 айды ма күтіп келу керек еді ғой, мәйіт жуатын кісі. Болмайды деп. Сондықтан ол әшейін жуғысы келмеген, қашайын деп тұрған киік, бір жеріне таяқ тиіп еді деген ше, соғысып қалай қашып құтылсам деген варианттарды қолданып көрудің әрекетін жасап жатқан адам ғой негізінде ол. Сондықтан бір күнде 5-6 мәйіт жуамын басқа, ол проблема емес. Жуа берсе болады. Сразу айта салайық ол нәрсені. Сол үшін біз айтамыз, мен кіріп тұрмаймын. Еркек болсын, әйел болсын, киімді былай киіндіреді, орамалы былай тағылады, мына көкірек жабары мынау деп, бәрін көрсетіп берем. Болды, сол кісілер жуады, сол кісілер киіндіріп шығарады сосын. Ең соңында. Алла разы болсын. Басқа сұрақтар жоқ па? Ау? Өзі ма? Иә? Жоқ, үйіне барып шомылады ғой. Жуындырған кісілер кейін үйіне барғаннан кейін шомылады. Ол енді шариғат жаназаға тұруға бола ма? Тұрады. Жаназаға да тұрады, мешітке барып намазды оқи береді. Бірақ мүмкіндігінше ертерек барып шайынған дұрыс. Ол енді парыз емес ол. Бірақ жақсы сол. Әдебі солай, абзалы сол. Мәйіт жуған адамдар үйге барып шайынған дұрыс. Толық шайын жуынған дұрыс. Ертерек мүмкіндігі болса да.